Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сочниктер жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қант қосамыз. Және бәрін ағарғанша миксерлейміз. Достар, енді біз үстіне сары май, және де қаймақ қосып, тағы да кішкене араластырып аламыз. Араластырып алдық, енді біз ұнның үстіне қопсытқыш пен тұз қосып, електің ішінде араластырып аламыз. Бірінші қопсытқыш және тұз. Араластырамыз. Енді біз массамызға кішкене салып отырып миксерлейміз. Бір қасықтай саламыз. Миксерлейміз. Мінекей достар, қамырымыз әбден қоюланды. Енді біз оны ұн қосып, қолмен араластырамыз. Араластырамыз. Достар, осылайша күлше жасап аламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын. Енді біз оның салмасы дайын болғанша бұл демаға тұрсын. Достар, енді біз салмасын жасайық. Бірінші біз ірімшікке қант және жұмыртқаның сарысын қосып араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жайып аламыз. Енді біз қамырымызды доңғалақтап кесіп аламыз. Мен мынандай кружкамен істеймін. Сіздер кесемен де істесеңіздер болады. Енді сочнигімізді жасауға кірісейік. Бірінші біз қамырға салмамызды саламыз. Енді жабыстырамыз. Біздің үстіңгі қамырымыз астыңғы қамырға кішкене жетпей тұруы керек. Достар, тию міндетті емес. Бұлай жартылай ашық қылыпта қойып қоюға болады. Мінекей достар, біз сочниктарымызды жасап алдық. Енді біз оның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Достар, біз сарысын жағып алдық. Енді біз оны 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сочникттеріміз дайын. Егер де сіздерге менің WhatsApp-ымнан лайк басып арнама жазылыңыздар, және де осы сочник туралы комментарийға пікір қалдыңыздар, мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.